Баршаңызға сәлем, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қысқы салат дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бұл қысқы салат аджика немесе соус ретінде де пайдалансаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Мен сіздерге де өздеріңізге қысқа дайындауға кеңес беремін. Салатымыз өте дәмді болып шығады. Сіздерде дайындауға кеңес беремін. Ендеше салатымызды дайындауды бастаймыз. Ең алдымен біз барлық көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Одан кейін таза банкаларымызды стерилизацияға қойып қоямыз. Келесі кезекте көкөністерімізді ет тартқыштан барлығын бірдей өткізіп аламыз. Тек жеке-жеке өткізіп алыңыздар. Ең алдымен алдын ала дайындалған ыдысымызға помидорымызды салып, қызанағымызды салып қайнатамыз. Помидорымызды жақсылап бұрқ етіп қайнаған кезде бетіне шыққан көбігін алып тастап, жартылай ашты бұрышпен тәтті бұрышты ет тартқыштан өткізілген осы қызанағымыздың үстіне саламыз. Енді осы қызанақ пен бұрыштан қосылған қоспаны 15 минуттай жақсылап қайнатамыз. Қайнаған кезде көбігін алып тастауды ұмытпаңыздар. Көбігін алып тастағаннан кейін тағы да жақсылап араластырып қайнатып аламыз. Қызанақ пен бұрышымыз 15 минут қайнағаннан кейін үстіне чесногымызды саламыз. Бізде сарымсағымыз 5 минуттай қайнау керек. Осы 5 минут қайнағаннан кейін бетіне шыққан көбігін тағы да алып тастаңыздар. Келесі кезекте біз дәмдеуіштерді салуды бастаймыз. Дәмдеуіштерге біз ең алдымен сұйық майымызды, тұзымызды және қантымызды салып, салатымызды араластырамыз. Салатымыз тағы да бұрқ етіп қайнаған кезде ұсақтап туралған кинза мен гороховый бір ас қасық бұрышымызды саламыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін ең соңында бір шай қасық уксусымызды салып, салатымызды араластырып, бір бұрқ еткізіп, салатымыздың астын оттан өшіреміз. Тұзымызды біз салатымызға, яғни дәміне қарай саламыз. Сіздерде дәмін көріп, тұзын соған қарай салсаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын болды. Енді стерилденген банкамызға салатымызды ыстық күйінде құямыз. Барлық банкаларымызға салатымызды құйып алғаннан кейін аузын жақсылап жауып, ыстық күйінде бөлме температурасында суығанша бетін жылылап жауып қоямыз. Бізде салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Кез келген тағаммен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Қарлыға. Дәмді кеңестер каналында рецепт күтсеңіздер, арнама жазылып, лайк басып, пікір жазсаңыздар. Ас болсын.